Әкесі жұмыстан келгенде есік алдынан 5 жасар ұлы қарсы алды. Дереу, «Әке, сағатына қанша ақша табасыз?» деп сұрайды. Өзі де шаршап келген әкесі ұлының сұрағына ашуланып, «Онда шаруаң болмасын» деп жауап қайтарады. Ұлы берілмей, «Айтыңызшы, білгім келеді» деп қайта сұрағанда, әкесі ызаланып, 2000 теңге, ал не істейін деп едің? Дейді. Сонда ұлы, «Маған 1000 теңге қарыз ақша бере тұрасыз ба?» деп сұрайды. Әкесі одан ары ашуланып, «Сенің онсыз да толып жатқан ойыншықтарыңа беретін ақшам жоқ, мазамда ала бермей бөлмеңе бар» дейді. Ұлы еш жауап қайтармай, көзі жасаурап, бөлмесіне кетеді. Әке ашуы басылар емес. 5 жаста бола тұрып, ақша сұрауға қалайша дәті барады, деп қояды. 1 сағат өтіп, ашуы басылғанда, ұлын босқа ренжіткенін, баланың ақшаны не үшін сұрағанын да білмейтінін ойлап, мүмкін шынында қажет болып тұрған шығар, деп ұлының бөлмесіне кіреді. Төсекте жатқан ұлына жақындап, «Ұйықтап жатырсың ба?» деп сұрайды. Баланың жоқ дегенін естіп, «Сұраған 1000 теңгеңді ала ғой, саған ұрсып тастағаным үшін ренжіме, жұмыстан шаршап келген едім» дейді. Ұлы төсегінен ұшып тұрып, «Әке, рахмет» деп әкесінің қолынан 1000 теңгені алып, жастықтың астынан мыжылған ақшаларды шығарады. Әкесіне жәутеңдеп қарап қойып, ақшаларды санай бастайды. Мұны көрген әкесі қайта ашуланады. «Ақшаң бола тұрып, неге менен сұрадың? Сенің балалық ойындарыңа уақытым жоқ» деп ұрса бастайды. Сонда баласы, «Иә, айдың басынан жинаған ақшам болды, бірақ олар жеткіліксіз еді» дейді де, ақшалардың бәрін уыстап жинап әкесіне созады. «Міне, 2000 теңге. Әке, менімен әңгімелесуге 1 сағат уақытыңызды сатып алсам бола ма?»